Қазы Ияттың тағы бір жауһарларынан, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын Раббысынан қорқуы мен құлшылығының беріктігі сипаты. Ол былай дейді: пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Раббысынан қорқуы, оған бойынсынуы және құлшылығының күштілігі оның ұлы Алланы тану деңгейіне сай еді. Сол себепті имам Бұхари Әбу Хурайрадан жеткізген хадисте Алла елшісі: егер менің білгенімді білсеңдер, аз күліп көп жылар едіңдер деген. Имам Термизи Әбу Зәрден мынандай қосымшаны жеткізеді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: расында мен сендер көрмейтінді көремін, сендер естімейтінді естимін. Аспан шатырлап үн қатты. Оның бұлай үн қатуы да орынды, өйткені онда маңдайын сәждеге қоятын періштеге 4 елідей бос орын жоқ. Алламен ант етейін, егер менің білгенімді білсеңдер, аз күліп көп жылар едіңдер, төсекте әйелдеріңмен рахатқа батпай, далаға шығып Алла тағалаға жалбарынып, көмек тілеп, зар жылар едіңдер, деді. Әл-Мұғирадан жеткен хадисте Алла елшісі түнгі намазда ұзақ тұрғаны соншалық табандары ісіп кететін. Оған: Алла сіздің өткен және келешекті барлық кінәларыңызды кешірген болса да, өзіңізді осыншама қинайсыз ба делінгенде, ол: мен шүкір етуші құл болмаймын ба деп жауап беретін делінген. Айша анамыз: Алла елшісінің амалы тоқтаусыз жауатын сіркеме жаңбырдай үздіксіз болатын. Оның көтерген құлшылық жүгін қайсысын көтере аласыңдар, дейді. Сондай-ақ ол ораза ұстағанда біз енді аузын ашпайтын шығар дейтінбіз, ал ауыз ашық жүргенде енді ораза ұстамайтын шығар дейтінбіз деген. Әнәстан да осыған ұқсас хадис жеткен. Ол: түн ішінде оны намаз оқып тұрған күйде көрем десең, ұйықтап жатқанда күйде көрем десең де, қалаған сәтіңде көре алатын едің, дейді. Ауф ибн Мәлік былай дейді: бір түні мен Алла елшісімен бірге болдым. Ол мисуақ қолданды, сосын дәрет алып намазға тұрды. Мен де онымен бірге тұрдым. Ол Бақара сүресін бастады. Рахымдылық жайлы аяттан өтсе тоқтап Алладан сұрайтын, азап жайлы аяттан өтсе тоқтап Алладан пана тілейтін. Сосын рукуға барды. Қиямда қанша тұрса, рукухта да сонша тұрып, құдірет, үстемдік, ұлылық пен асқақтықтың иесі Алла пәк деп айтты. Сосын сәждеге барып, дәл осы сөздерді қайталады. Содан кейін Әли Имран сүресін, сосын әр сүрені кезекпен оқып, әрқайсында осылай жасады. Хузайфадан да осыған ұқсас хадис жеткен. Оның сәждесі қиямына жақын, екі сәжде арасындағы отырысы да соған жақын, ұзақ болды. Ол қиямда тұрып, Бақара, Әли Имран, Ниса және Маида сүрелерін оқып шықты, дейді. Айша анамыз: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір түні таң атқанша Құранның бір ғана аятын қайталап оқып шықты, деген. Абдулла ибн Әш-Шахир: мен Алла елшісінің намаз оқып тұрғанында келдім. Оның көкірегінен жылағаннан бейне бір қайнап жатқан қазанның бұрқылдаған даусындай үн шығып тұрды, дейді. Ибн Әбу Хәлә: оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, үнемі ақыратты ойлап мұңайған, үздіксіз ой үстінде жүретін, оған еш тыным жоқ еді, дейді. Әзіреті Әли пайғамбардың сөзін келтіріп: расында мен күніне 100 рет Алладан жарылхау, истихфар тілеймін, деген. Кейбір риуаятта 70 рет делінген. Сосын Қазы Ият өзінің Әш-Шифа кітабында былай дейді: Алла бізді де, сені де тура жолға бастасын. Білгейсің, барша пайғамбарлар мен елшілердің, Алланың оларға сәлемі болсын, жаратылысының кемелділігі, бейнелерінің сұлулығы, тектерінің асылдығы, мінездерінің көркемдігі және бойларындағы басқа да барлық артықшылықтар олардың ортақ сипаты. Бұл адамзаттық толықтық пен кемелділік олардың бәріне тән, өйткені Алла тағала оларды ең биік мәртебеге, ең асқақ дәрежеге көтерген. Дегенмен Алла олардың кейбірінен үстем етті. Алла тағала осы елшілердің кейбірінен үстем еттік. Бақара сүресі, дейді. Одан кейін автор өзге де пайғамбарларға қатысты көптеген хадистерді келтірді. Мен оларды бұл жерде толық жазуды қажет деп таппадым. Қазы Ияттың тағы бір жауһарларынан Хасанның пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сырт келбеті, қасиеттері мен ардақты сипаттары жайлы хадисі. Ол былай дейді: Алла сені құрметті етсін. Біз бұған дейін мақтаулы мінез құлықтарды, ұлы қасиеттерді баяндап, олардың пайғамбарға тән екенін, сахих, бұлтартпас дәлелдерін көрсеттік. Көңілге қонымды көптеген хадистерді келтірдік. Бұл тақырып өте ауқымды. Оның қасиеттерін баяндау шегіне жету мүмкін емес, шексіз дария.
біз сахих және мәшһүр жинақтардан ең қажеттілерін теңізден бір тамшы ғана алдық. Енді осы тарауларды Хасанның Әбу Халадан жеткен хадисімен қорытындылауды жөн көрдік. Себебі бұл хадис оның сырт келбеті мен сипаттарын толық қамтып, өмірбаяны мен артықшылықтарын тамаша үйлестірген. Имам Термизи және де басқа да ғалымдар Хасан ибн Алиден жеткізеді. Ол былай дейді: мен нағашым Хинд ибн Әбу Халадан Алла елшісінің сырт келбеті мен сипаттары жайлы сұрадым. Ол адамды өте керемет сипаттайтын шебер еді. Мен оның маған пайғамбарды суреттеп беріп, сол бейнені көкірегімде түйіп алғым келді. Ол былай деп баяндады: Алла елшісі өте ұлық, айбынды еді. Оның нұрлы жүзі 14-ші күнге толған айдай жарқырайтын, бойы орта бойлы, адамнан сәл биіктеу, бірақ тым ұзын емес болатын. Басы көрнекті, үлкендеу, шашы сәл толқынды еді. Шашы өздігінен екіге айырылса, оны солай қалдыратын, әйтпесе әдейі бөлмейтін. Шашын өсіргенде құлағының сырғалығынан аспайтын. Өңі аққұба, нұрлы, маңдайы кең, қастары қиғаш, ұзын әрі екі қас қосылмаған, ортасы ашық еді. Екі қасының ортасында ашуланғанда білінетін тамыры бар болатын. Мұрны қырлы, үстінен нұр төгіліп тұратын. Мұқият қарамаған адам оны тәмпіш екен деп ойлайтын. Сақалы қалың, екі беті тегіс, жұмсақ, аузы кең, сөзге шешен. Тістері аппақ әрі күрек тістерінің арасы ашық, нұрлы еді. Кеудесінен кіндігіне дейін жіңішке сызық бойымен түк өскен. Мойны бейне бір мүсіннің мойнындай түзу, таза күмістей жарқырайтын. Жаратылысы мінсіз, үйлесімді, денесі ет жеңді, мығым әрі шымыр болатын. Кеудесі мен қарны бір деңгейде тегіс болатын. Кеудесі кең, жауырыны қақпақтай, екі иығының арасы алшақ, сүйектері, буындары ірі болатын. Денесінің ашық тұрған жерлері нұр шашып тұратын. Алқымынан кіндігіне дейін жіңішке сызықтай түк өскен. Бұдан басқа кеудесі мен қарнында түк жоқ. Екі білегі, иығы және кеудесінің жоғарғы жағы түкті болатын. Қолдары ұзын, алақандары кең, қол-аяғы толық, етті әрі қайратты, саусақтары ұзын әрі түзу еді. Табандарының ойығы терең, үстіңгі жағы тегіс, су төгілсе тұрмай сырғып кететіндей болатын. Жүргенде аяғын жерге сүйретпей нық басып жұлпына көтерілетін. Жүрісі ширақ, алға қарай бейімделіп, бейне бір ылдидан түсіп келе жатқандай тез әрі сенімді қадам басатын. Артына бұрылса, тек басымен емес, бүкіл денесімен бұрылатын. Жанары төменге бағытталған еді. Көкке қарағаннан гөрі жерге қарауы көбірек болатын. Оның қарауы негізінен ойланып, байыппен көз тастау еді. Сахабаларын алдына салып, соңынан жүретін. Кездескенде адамға бірінші болып сәлем беретін. Хасан айтады: мен одан оның сөйлеу мәнері қандай деп сұрадым. Ол былай деді: Алла елшісі үнемі ақыретті ойлап, мұңайған, уайымды, үздіксіз ой үстінде жүретін. Оған еш тыным жоқ еді. Қажетсіз жерде сөйлемейтін, көп үнсіз жүретін. Сөзді бастағанда да, аяқтағанда сөзді шайнамай, толық, анық айтатын. Аз сөзге көп мағыналы сыйдырып, қысқа да нұсқа сөйлейтін. Сөзінде артық та кем де болмайтын. Табиғаты жұмсақ, қатыгез де қорлаушы да емес еді. Нығмет қанша кішкентай болса да, оны ұлықтап, бағалап қарайтын, ештеңені жамандамайтын, жеген тамағын жамандамайтын да, асыра мақтамайтын да. Егер ақиқатқа қиянат жасалса, ол үшін кек алмайынша, әділдік орнатпайынша, оның ашуына ешкім төтеп бере алмайтын. Бірақ ол өз басы үшін ешқашан ашуланбайтын, әрі өзі үшін кек алмайтын. Бір нәрсеге ишара қылса, көрсетсе, саусағымен емес, бүкіл алақанымен көрсететін. Таң қалса, алақанын айналдыратын. Сөйлескен кезде оның оң қолының бас бармағын сол қолының алақанына соғып қоятын. Ашуланса, теріс бұрылып, назарын басқа жаққа аударатын. Қуанса, көзін төмен қарататын. Ұяңдықпен, күлкісі көбінесе тек жымию ғана болатын. Жымиған кезде тістері бұлттан түскен аппақ бұршақтай жарқырайтын. Хасан былай дейді: мен бұл хадисті інім Хусейн ибн Алиден біраз уақыт жасырып жүрдім. Кейін оған айтып бермек болғанымда, оның менен бұрын қимылдап қойғанын көрдім. Ол әкесінен, Алиден, пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам үйге кіруі, шығуы, киінісі мен жалпы бейнесі жайлы сұрап, еш нәрсені қалдырмай біліп алған екен. Хусейн былай дейді: мен әкемнен, Алла оған разы болсын, Алла елшісінің үйге кіруді
үйдегі тіршілігі жайлы сұрадым. Ол былай деп жауап берді: оның үйге кіруі өзіне ерікті еді, өзі қалаған уақытта кіретін, үйіне кіргенде уақытын 3 бөлікке бөлетін: бір бөлігін Алла тағалаға құлшылыққа, бір бөлігін отбасына, ал бір бөлігін өзіне арнайтын. Ал өзіне арнаған уақытын адамдармен, халықпен бөлісіп, жақындары арқылы жалпы халықтың мұқтаждарын өтейтін және олардан еш нәрсені аямайтын. Оның халыққа арнаған уақытындағы әдеті діндегі фазл, білімді, тақуа адамдарға басымдық беріп, олардың діндегі дәрежесіне қарай уақытын бөлетін. Олардың арасында бір мұқтаждығы барлар да, екі мұқтаждығы барлар да, көп мұқтаждығы барлар да кездесетін. Ол олармен шұғылданып, олар да өздеріне және жалпы үмметке пайдалы істерге, білімге бағыттайтын. Олардан халықтың жағдайын сұрап, оларға не қажет екенін түсіндіріп, осында отырғандар, естігендер жоқтарға, яғни естімегендерге жеткізсін, және маған өз мұқтаждығын айта алмайтындардың бұйымтайын жеткізіңдер. Кімде-кім басшыға өз жағдайын жеткізе алмайтын адамның қажетін жеткізсе, Алла тағала қиямет күні оның табанын қыл көпірден тайдырмайды дейтін. Оның құзырында тек осындай пайдалы сөздер ғана айтылатын және бұдан басқа құрғақ сөзді ешкім қабыл етпейтін. Суфиян ибн Уакихтың хадисінде адамдар оның құзырында ілім іздеп кіріп, нәр таппай, рухани азық алмай шықпайтын, ал шыққанда адамдарға жолбасшы, фақих, ғалым болып шығатын еді делінген. Хусейн айтады: мен әкемнен оның сырттағы, үйден шыққандағы іс-әрекеті жайында айтып беріңізші деп сұрадым. Ол былай деді: Алла елшісі тіліне ие болып тек пайдалы, қажетті нәрсені ғана сөйлейтін, адамдардың басын біріктіретін, оларды бездірмейтін, қаштырмайтын, әрбір қауымның сыйлысын құрметтеп, оны сол қауымға басшы ететін, адамдардан сақтанып қауіптенетін, бірақ соған қарамастан ешкімнен жарқын жүзін, көркем мінезін аямайтын, сахабаларының қал жағдайын сұрап тұратын, адамдардан ел ішіндегі жағдайды сұрастыратын, жақсылықты мақтап, оны қуаттайтын, жамандықты сөгіп, оны әлсірететін, жоятын, істері байсалды, бір қалыпты, қарама қайшылықсыз болатын, адамдарға ғапылдыққа түсіп қалмасын деп, немесе жалығып кетпесін деп үнемі сергек жүретін, әрбір жағдайға сай рухани дайындығы бар еді. Ақиқаттан ауытқымайтын, одан асып шектен де шығып кетпейтін. Оның жанындағы адамдар жұрттың ең хайырлылары, таңдаулылары болатын. Оның алдындағы ең абзал адам жалпы мұсылмандарға ең көп жанашырлық насихат қылушы еді. Ал оның құзырындағы ең мәртебелі адам өзгелерге ең көп жәрдемдесетін және тіреу бола білген адам болатын. Алла елшісінің көркем мінезі мен мәжіліс әдебі. Мен одан Алла елшісінің отырысы жайлы, онда өзін қалай ұстайтыны туралы сұрадым. Ол былай деп жауап берді: Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрса да, отырса да тілінен Алланың зікірі түспейтін. Ол мешітте немесе басқа жерде өзіне арнайы бір тұрақта орын белгілеп алмайтын және өзгелерді бұдан тыятын. Егер бір қауымның ортасына келсе, төрге ұмтылмай, бос орын қай жерде қалса, сол жерге тізе бүгетін және жанындағыларға да осыны бұйыратын. Ол қасында отырған әрбір адамға айрықша назар аударып, ілтипат көрсететіні соншалық сұхбаттасы, пайғамбар үшін менен қадірлі адам жоқ шығар деп ойлайтын. Кімде-кім онымен бірге отырса, немесе бір мұқтаждықпен келсе, әлгі адам өзі кетпейінше, пайғамбар ешқашан бірінші болып тұрып кетпей, асқан сабырлық танытатын, бірдеңені сұрап келген адамның сұрағанын беріп қайтаратын, ал егер оған мүмкіндігі болмаса, кем дегенде жылы сөзбен көңілін тауып шығарып салатын. Оның көркем мінезі мен кеңпейілдігі барша жұртты сыйдыратындай кең еді. Ол үммет үшін мейірімді әкеге айналды. Оның құзырында шындық пен әділдік алдында бәрінің хақысы тең еді. Адамдар тек тақуалығымен ғана бір-бірінен артық саналатын. Басқа бір риуаятта былай делінген: оның алдында құқық тұрғысынан бәрі бірдей еді. Оның мәжілісі парасат пен ұяттың, сабыр мен аманаттың ордасы болатын. Оның дауысы көтерілмейтін, ешкімнің ары мен намысына тиетін сөздер айтылмайтын, қателіктерді әшкерелеп жұртқа жайылмайтын. Ол жерде бас қосқандар тақуалықпен, бір-біріне жанашырлық танытып, кішіпейілдікпен үлкенді құрметтеп, кішіге ізет көрсететін, мұқтаждарға қол ұшын созып, ғарып міскіндерге пана болатын. Мен оның өзімен бірге отырғандарға деген қарым-қатынасы жайлы сұрағанымда, ол былай деді: Алла елшісінің жүзінен үнемі жылылық есіп тұратын, мінезі жайдарлы, жұмсақ тілді еді.
Ол дөрекі, қатыгез, айқайлап сөйлейтін, балағат сөз айтатын, біреуді мінінен қағатын немесе орынсыз қалжың айтатын адам еместі. Өзіне ұнамаған нәрсені байқамағансып елеусіз қалдыратын, бірақ ешкімнің сағын сындырып үмітін үзбейтін. Ол өзін үш нәрседен аулақ ұстады: риякерліктен, көп сөйлеуден және өзіне қатысы жоқ істерден. Адамдарға қатысты да үш нәрседен тыйылды: ешкімді жамандамайтын, ешкімді айыптамайтын және ешкімнің кемшілігін тіміскілемейтін. Тек сауабынан үміт еткен пайдалы сөздерді ғана сөйлейтін. Ол сөйлей бастағанда қасындағылар бастарына құс қонып тұрғандай үркітіп алмайын дегендей қимылсыз, сілтідей қататын. Ол үндемеген кезде ғана басқалар сөйлейтін. Оның құзырында ешкім сөз таластырмайтын. Біреу сөйлеп жатса, сөзін аяқтағанша бәрі ұйып тыңдайтын. Жамағат неге күлсе, ол да соған күлетін. Олар неге таң қалса, ол да соған таң қалатын. Бөтен кісілердің дөрекі сөзі мен мінезіне кеңпейілдікпен сабыр ететін және де егер мұқтаж адамның бірдеңе сұрап жүргенін көрсеңдер, оған көмектесіңдер дейтін. Тек шектен шықпайтын, шынайы ниетпен айтылған мақтауды ғана қабыл ететін. Ешкімнің сөзін бөлмейтін, тек шектен шығып кетсе ғана сөзін тоқтату немесе орнынан тұрып кету арқылы тыйым салатын. Кейбір риуаятшылар мынаны қосты: мен Алла елшісінің үнсіздігі қандай деп сұрадым. Оның үнсіздігі 4 нәрсеге негізделді: жұмсақтыққа, сақтыққа, өлшемге, яғни әділдікке және терең ойға, тәфәккүр деп жауап берді. Оның өлшемі адамдарға бірдей назар аударып, оларды теңдей тыңдауында еді, ал терең ойы жалған дүние мен мәңгілік ақырет жайлы болатын. Оның бойындағы парасаттылық пен сабыр бір-бірімен ұштасқандықтан еш нәрсе оның шамына тиіп ашуландыра алмайтын. Сақтығы 4 нәрсеге құбылды: үмметіне үлгі болу үшін жақсылықты жасау, адамдар тыйылсын деп жамандықтан аулақ болу, үмметтің игілігі үшін дұрыс шешім іздеу және олардың дүниесі мен ақыретіне пайдалы істерді атқару. Қазы Ияттың түсіндірмесі, пайғамбар келбеті мен сипаты. Мәтінде кездесетін сирек әрі көркем сөздердің ғарибул хадис мағынасын Қазы Ият былай түсіндіреді: әл-мушаззаб, бойы сұңғақ, басқа хадисте айтылғандай тым созылған, ұзын емес. әш-ши'ру ражил, шашы тым тікте емес, бұйрада емес, сәл толқынды. әл-ақиқа, бас шашы, егер шашы өзінен екі айырылса, солай қалдыратын, әйтпесе жинап қоятын. әз-зәһрул лаун, нұрлы аққұба жүзді, тым арығып кеткен де емес, қараторы да емес, қан қызылы араласқан нұрлы өң. әл-хижабул ажз, қалың, ұзын әрі қиғаш қасты. әл-ақна, қыр мұрынды. әл-әшам, тік әрі биік мұрынды. әл-қарн, екі қасының ортасы түйіскен. әл-әдәәж, қарашығы қап-қара мөлдір көз, сондай-ақ ақтығында сәл қызыл тамырлары бар көз. әд-дәли, кең, көбіне ауызға немесе кеудеге қатысты айтылады. әш-шанаб, тістерінің меруерттей жарқырауы, сұлулығы. әл-фәләж, алдыңғы тістерінің арасы сәл ашық, сирек тісті болуы. әд-дақиқул мәсруба, кеудеден кіндікке дейін тартылған жіңішке түк, шаш сызығы. бәдин, денелі, толықша келген. мүтәмәссик, дене бітімі мығым, шымыр, еті салбыраған семіз емес. сәуәул батн уассадр, кеудесі мен қарны бір деңгейде, қарны қампиып шықпаған. мәших, кеудесі кең, жауырыны қақпақтай. әл-карадис, ірі сүйекті, буындары, иықтары мен сүйектері ірі әрі мықты. әш-шә'нул кафин вәл-қадамайн, алақандары мен табандары етті, мығым. әз-зәндан, білек сүйектері мықты. сәиліл атраф, саусақтары ұзын әрі сұлу. рихабур раха, алақаны кең. Бұл оның аса жомарттығын, мырзалығын да білдіретін астарлы сөз. хисонул ахмасайн, табанының ойығы бар. самихул қадамайн, табанының үсті тегіс, су төгілсе тұрмай сырғып кететіндей.
әт-тақаллү, аяғын жерден нық көтеріп басу, әт-такаффу, алға қарай ұмтылу, ширақ жүру, әл-хәун, байсалдықпен жұмсақ жүру, әз-зәри, алдымен алшақ және жылдам атып жүру, таудан түсіп келе жатқандай ширақ, әл-әшаха, назарын бұру, тарту, хуббул хамам, бұршақ, пайғамбардың тістерін бұршаққа теңеген, равадан, оған мұқтажылықпен ілім іздеп кіру, илля ан зауақ, тек тартып, яғни білім, ілім, рухани азық алып шығатын, әл-мауазира, жәрдемдесу, қолдау, уәлә тәсна қатата, фәтата, кемшіліктерін жаймайтын, жасыратын, ас-сахаб, дауысы көтеріп айқайлап беретін адам, мұхәндүсін ұқып, өкшесінде еті аз, жіңішке өкше, әл-әшқафул уә әхдафул әшфар, кірпіктері ұзын әрі қайырылған. Қазы Ияттың тағы бір рухани жауһарларынан Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жаратушысының алдындағы ұлы қадір қасиеті. Әш-Шифа кітабының 3-ші тарауында пайғамбарымыздың жаратушысының құзырында асқақ қадір қасиеті, биік мәртебесі және екі дүниеде оған ғана нәсіп болған айрықша нығметтер жайлы сахих әрі танымал хадистер келтірілген. Расында оның адамзаттың ең ардақтысы, адам баласының мырзасы, ұлы Алланың алдында мәртебесі ең биік әрі оған ең жақын тұлға екендігіне ешбір талас жоқ. Бұл тақырыпқа жеткен хадистер өте көп. Біз солардың ішінен ең сенімді әрі ең кең таралғанын ғана іріктеп алдық. Оның Раббысының алдындағы орны, ерекше таңдалуы, есімінің ұлықталуы, адам ұрпағының көшбасшы болуы және бұл дүниеде тек өзіне ғана тән қасиеттер мен мүбәрак есімінің берекесі жайлы Ибн Аббастан, Алла әкесі екеуіне разы болсын, мынандай хадис жеткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деді: Алла тағала барша жаратылысты екіге бөлді де мені соның ең хайырлы бөлігіне қосты. Бұл Құрандағы оң жақтағылар және сол жақтағылар Уақиға сүресі деген аяттарда баяндалған. Мен оң жақтағылардың ішіндемін әрі олардың ең хайырлысымын. Сосын ол екі топты үшке бөлді. Мен сол үшеуінің ең абзалындамын. Бұл Құрандағы оң жақтағылар, сол жақтағылар және игілікте озат болғандар Уақиға сүресі деген аяттарда айтылған. Мен сол озаттардың қатарынанмын әрі олардың ең хайырлысымын. Содан кейін Алла сол топтарды ру тайпаларға бөлді де менің ең таңдаулы тайпадан шығарды. Бұл Құрандағы сендерді бір-бірлеріңді тануларың үшін ұлттар мен рулар қылдық Худжурат сүресі деген аяттың сыры. Мен адам ұрпағының ішіндегі ең тақуасымын әрі Алланың алдындағы ең ардақтысымын, бірақ мұны мен мақтан етпеймін. Сосын Алла тайпаларды әулеттерге, шаңырақтарға бөлді. Мені соның ішіндегі ең таза, ең хайырлы әулеттен қылды. Бұл Құрандағы уа пайғамбардың әулеті негізінде Алла сендерден барлық ластықты көтерді, өздеріңді тап-таза етуді қалайды Ахзаб сүресі деген аятпен ұштасады. Әбу Хурайрадан жеткен риуаятта сахабалар уа Алланың елшісі, сізге пайғамбарлық қашан жазылды деп сұрағанда, ол адам атаның тәні мен жаны әлі бірікпей тұрған кезде деп жауап берді. Уасила ибн Асқа жеткен хадисте пайғамбарымыз былай дейді: расында Алла Ибрахимнің ұрпағынан Исмаилды таңдады, Исмаилдың ұрпағынан Кинананы ерекшеледі, Кинана ұрпағынан Құрайшты таңдады, Құрайштан Хашим әулетін, ал Хашим әулетінен мені таңдап алды. Әнәстен жеткен хадисте мен жаратушының алдында адам баласының ең ардақтысымын, бірақ мұны мақтан етпеймін десе, Ибн Аббастан жеткен хадисте мен әуегілер мен кейінгілердің барша адамзаттың ең ардақтысымын, бірақ бұл мақтаныш емес дейді. Айша анамыздан жеткен риуаятта пайғамбар былай деген: маған Жабірейіл періште келіп, мен жердің шығысы мен батысын түгел шарлап шықтым, бірақ Мұхаммедтен асқан абзал адамды көрмедім, сондай-ақ Хашим әулетінен асқан текті әулетті кездестірмедім деді. Анасының айтуы бойынша Миғраж түні пайғамбарға пырақ, мүбәрак. Әнәстің айтуы бойынша Миғраж түні пайғамбарға пырақ, мүбәрак көлік әкелгенде ол тулап мінгісі келмейді. Сонда Жебірейіл оған: Мұхаммедке осылай істейсің бе?
бұған дейін сенің үстіңде аллаға бұдан артық қадірлі ешкім мінген емес дегенде, бірақ ұялғаннан не сескенгеннен қара терге түсті. Ибн Аббас жеткізген хадисте былай делінеді: Алла тағала адамды жаратқанда мен оның бел омыртқасында нұр күйінде жерге түсірді. Сосын мені Нұхтың беліне салды, кемеге мінгізді. Ибрахимнің белінде отқа тасталдым. Осылайша Алла мені ең асыл әкелердің белінен ең пәк аналардың құрсағына көшіріп отырды. Ақырында некесіздіктің ешбір дағы тимеген пәк ата-анамен дүниеге келдім. Пайғамбардың немере ағасы Аббас ибн Абдумуталиб осы бір ұлы көшті жырға қосып былай деген еді: Жер бетіне түспестен бұрын жұмақтың саясында пәк едің. Адам ата жапырақ жамылған тұста сен оның тұла бойындағы нұр едің. Сосын сен бұл әлемге түстің, бірақ кәдімгі тән болып емес, Нұхтың кемесіне мініп асау толқыннан аман өттің. Ғасырлар көшімен жалғасып, асыл әкеден пәк анаға ауыстың. Әрбір дәуір артта қалған сайын сенің нұрың жарқырай түсті. Сен дүниеге келген шақта жер жаһанға нұрға бөленді, көкжиектің бәрі нұрланды. Біз бүгін сол нұрдың ішінде тура жолмен жүріп келеміз. Ибн Омардан жеткен хадисте Алла елшісі маған менен бұрынғы ешбір пайғамбарға берілмеген 5, кей риуаяттарда 6 қасиет берілді. Бір айлық жерде дұшпанымның жүрегіне үрей салу арқылы жеңіске жеттім. Жер беті мен үшін тұтастай құлшылық орны, мешіт әрі таза қылынды. Үмметімнің кез келген адамы намаз уақыты кірген жерде намазын оқи береді. Маған соғыс олжалары адал етілді. Менен бұрынғыларға адал емес еді. Мен барша адамзатқа жіберілдім және маған шапағат ету құқығы берілді, дейді. Абдулла ибн Амр жеткізген хадисте пайғамбар: Мен оқу жазуды білмейтін үмми пайғамбар Мұхаммедпін. Менен кейін пайғамбар жоқ. Маған аз сөзбен көп мағына беретін жауамиул кәлим қабілеті берілді. Мен тозақ сақшылары мен аршыны көтеруші періштелер жайлы ілімге қанықтым, деген. Ибн Уахб жеткізген риуаятта пайғамбарымыз былай дейді: Алла тағала маған: Уа Мұхаммед, тілегіңді айт, деді. Мен: Уа Раббым, сен Ибрахимді өзіңе дос еттің, Мұсамен тікелей тілдестің, Нұхты таңдадың, Сүлейменге өзінен кейін ешкімге бұйырмайтын ұлы патшалық бердің. Маған не бересің, дедім. Сонда Алла: Маған саған бергенім олардыкінен хайырлы. Саған Кәусәрді бердім. Өз есімімнің қасына сенің есіміңді қосып, аспан төрінде бірге аталатын еттім. Жер бетін саған және үмметіңе таза қылдым. Сенің өткен және келешек күнәларыңды кешірдім. Сен адамдар арасында кешірімге ие болған күйде жүресің. Мұндай нығметті сенен бұрын ешкімге берген емеспін. Сенің үмметіңнің жүректерін Құран сақталатын қасиетті сауыт қылдым. Және шапағат ету құқығын саған арнап сақтап қойдым. Оны өзге ешбір пайғамбарға бермедім, деді. Хузайфадан жеткен хадисте пайғамбарымыз: Раббым маған үмметімнің ішінен 70 000 адамға жұмаққа есеп-қисапсыз кіретінін сүйіншіледі, және әрбір 1000 адаммен бірге тағы 70 000 адам кіреді, дейді. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте әрбір пайғамбарға адамдар мен иман келтіретіндей мұғжизалар берілді. Ал маған берілген ең ұлы мұғжиза Алланың маған түсірген уахийі, Құраны. Сондықтан қиямет күні үмметі ең көп пайғамбар мен боламын ба деп үміттенемін, делінген. Ғұламалар мұның сырын былай түсіндіреді: басқа пайғамбарлардың мұғжизалары өз заманымен бірге келмеске кетті, оны тек сол кезде көзбен көргендер ғана растады. Ал Құран мұғжизасы қияметке дейін ғасырдан ғасырға жалғасып, әрбір ұрпақ оның ақиқат екеніне көз жеткізеді. Ирбат ибн Сириядан жеткен хадисте пайғамбар былай дейді: Адам атаны тәні әлі балшық күйінде жатқанда мен Алланың құзырында соңғы пайғамбар ретінде жазулы едім. Мен атам Ибрахимнің дұғасымын, Исаның сүйіншіленген хабарымын. Ибн Аббас айтады: Алла тағала Мұхаммедті көк тұрғындарынан да, яғни періштелерден, барлық пайғамбарлардан да үстем етті. Өйткені періштелерге кімде-кім Алладан өзге құдаймын десе, жазасы тозақ болады. Десе Мұхаммедке: расында біз саған айқын жеңіс бердік, Фәтх сүресі, деп сүйіншіледі. Ал өзге пайғамбарлар тек өз қауымымен ғана жіберілсе, Мұхаммед барша адамзатқа жіберілді. Сахабалар пайғамбардан өзінің
Балалық шағы жайлы сұрағанда ол былай деп сыр шерткен: анам маған жүкті болғанда оның бойынан бір нұр шығып Шам жеріндегі Бусара сарайларын жарық еткен көрген екен. Мен Бәну Сағыт тайпасында өсіп жатқан кезім еді. Сүт бауырыммен бірге далада жүргенімде үстіне аппақ киім киген екі адам періште келді. Олардың қолдарында алтын леген, іші толы қар. Олар мені ұстап алып кеудемді жарып жүрегімді алды. Жүректің ішінен қап-қара бір ұйыған қанды шайтанның несібесін алып тастап, жүрегімді әлгі қармен тап-таза етіп жуды. Сосын біреуі көзді қарықтыратын нұрлы мөрмен жүрегімді мөрлеп орнына салды. Кеудем қайта бітеліп қалды. Сосын олар мені құшақтап маңдайымнан сүйді де: уа сүйікті елші, қорықпа. Егер сен өзіңнің қандай ұлы жақсылыққа таңдалғаныңды білсең, көзің қуанышқа толар еді, деді. Әбу Мұхаммед әл-Мәкки мен Әбу Лейс жеткізген риуаятта адам ата қателік жасаған кезде: уа Раббым, Мұхаммедтің құрметі үшін менің қателігімді кешіре көр деп жалбарынады. Сонда Алла: сен Мұхаммедті қайдан білесің деп сұрайды. Адам ата: жұмақтың қай жеріне қарасам да «Ла иляха иллалла Мұхаммеду Расулулла» деген жазуды көрдім. Өз есіміңнің жанына тек ең сүйікті құлыңның ғана атын қосатыныңды түсіндім, дейді. Сонда Алла оның тәубесін қабыл етіп, егер ол болмағанда сені жаратпас едім, деген екен. Мұхаммед есімінің берекесі сондай. Имам Мәліктің айтуынша, шаңырағында Мұхаммед деген есімі бар үйдің рызығы артады. Үйлеріңде 1, 2, тіпті 3 Мұхаммедтің болғаны сендерге еш зиян тигізбейді, керісінше береке алып келеді. Қиямет күні жаршы аты Мұхаммед болғандар орнынан тұрып, бұл есімнің құрметі үшін жұмаққа кірсін деп жар салады. Ибн Масуд айтқандай, Алла тағала пенделерінің жүрегіне назар салып, олардың ішінен Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жүрегін ең таза әрі қайырлы деп тауып, оны өзіне елші етіп таңдап алды.